Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар, студенттер. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы ынтымақ бірлік жарасқан мәңгілік ел Қазақстан. Бұл тәрбие сағатымыз Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған. Бұл күнге жалпы тоқталып өтсек, бұл мереке 1996 жылдан бастап тойланады. 1995 жылдың 18 қазанында Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы бойынша 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні деп жарияланған. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Бүгін Қазақстан халқы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін тойлап жатыр. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны өте ерекше. Бұл мейрамның мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сүй-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. 1995 жылдың наурызында дүниежүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Ассамблея 365 мүшесі, 471-ден астам республикалық, өңірлік, облыстық, қалалық, ұлттық мәдени бірлестіктері, 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің ортақ үйіміз Қазақстанда шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді. Қорытындылай келсек, өзара түсіністік, ұстамдылық, әртүрлі ұлттар өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрметпен қарау әдебі барлық этностарға ортақ жалпы халықтық идеалдар мен қасиеттерді қалыптастыруға әсер етті. Нәтижесінде әрбір ұлт конституциялық құқықтық заңнама негізінде өзіне тән этностық ерекшелігін сақтай отырып, Қазақстанның қоғамдық құрылымына үйлесті сіңісе білді. 1 мамыр мереке құтты болсын. Қазақстан біздің ортақ үйіміз.